Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл влог менде Буратинаның бір сеансын ойнадық. Енді әлі екеуі бар. Екі рет ойнаймыз. Кутенский ойнадық достар. Дипломкаға неше күн қалды? 15. Дипломкаға короче, бетеміз. Дипломкаға 15 күн қалды дейміз. Короче, 14 күн қалды, 13 күн қалды. Айта береміз. Давайте. Дипломкаға 1, 2, 3. Дипломкаға 15 күн қалды. Мұндық жұмысқа 14 күн қалды. Дипломкаға 13 күн қалды. Дипломкаға 11 күн қалды. Дипломкаға 10 күн қалды. Дипломкаға 9 күн қалды. Дипломныйға 7 күн қалды. Дипломкаға Дипломкаға 2 күн қалды. Шама активно айтпайсың. Ой, сарсты болсы осындай ақ болсын. Аяқ ақсақ. Сен өзінде, не деген? Достар, мен шашқым кетіп қалды. Не деген еңбек қор. Шеберліктің шыңы ғой бұл. Әне, Нұртай. Біздің Нұртай. Тілмен отжимание жасап жүр бүгін. Бәріне өтірік былай деп алдап қойып, өзі ештеңе істемей жүрудің амалы. Нұртай, не қараке? Нұртай, балалардың бәріне үйретіп жатсыз ба бүгін Нұртай аға? Қалай жасау керектігін? Нұртай аға, бәріне көрсетіп үйретіп жүрсіз. Ал? Секір алам ба мен? Құлайым ба? Секірсай? Ойбай, кетір. Қаттырақ секір деп айтсай. 1, 2, 3. Ақсықпай! Мен тез секірем ғой, мен андай не емес ба, медленно емес ба. Бәріне сәлем, мен бүгін тілмен отжимание жасап жүрмін. Бестісі не үшін? Видеоға түсіретін. Жастар бар ғой менің командамда. Қалжыңға халқым. Біздің сүйікті де, сүйкімді жастар. Мен қатты ауырып қалдым достар, дипломкаға 2 күн қалғанда. Енді бұйыртса дипломға жазылып шықсақ, сол жетістік деп білеміз. Нұрханымның подписчиктеріне жалынсы. Мыналар мысалы мына жерге істеген кезде басын жабылды. Менікі де ашын кетті басы. Артық қалып. Ну и что, Диана? Еще мынау қырыш. Мысалы сөйлеп жатқан жоқпын, бөбек. Қалынан қарап кеттім. Үстінен алдында өткіздің бір орадында. Она, не, выходите. Короче, на сегодня сумка. Вот такой вот вид. Азиза волнуется. ауыстырып естісің. Ау! Все, шалбар маңғайсыз болып кетті. Жыртылатынса? Аш. Жыртылмайды ол стрич. Осылай тұрбайшы ән. Лучше жыртылтып сол жерде. Сен ән айтқанда бүйтесің. Өстіп айтасың.
қалай ұйықтап айтуға осылай тұрғай на жест жасаватсың жаса бәрі и ол всех касается хорошо Бізге нокапай кетті. Вау! еще театр бізге бір холодильник плов бауырсақ сондай кетті сәттілік ал қобалжыма давай Жах пальцы однажды! Салат, басқа жауапкершіліктер, сондықтан да бүгінгі күн қаншама жылдық еңбектің нәтижесін көрсетіп жатыр. Сәттілік тілеймін, ары қарай мойымаңыздар, осы ата-аналарды қуанта беріңіздер. Саған Динараның подаркасы. жаным рахмет Это тоже тебе. Сізге мен мишканы кешке ойлағанмын ше қойшы реально мен тоже кешке осыны ойлап тұрмын я думала блин что купить деп бәрі қай салада болмасын, қандай еңбек етпесін, өздеріңіз сіздердің үміт ақтайтын жемісті көрсететін болсын. Бізге тәлім берген, сабақ берген ұстаздарға рахмет. Тек қана сіздерге мың алғыс. Ақырын жүріп анықпас. Сыйлап, қашанда сіздердің үміт ақтап отырсаңыз, ендеше біздің группаның атынан сіздерге кішігірім сый-сияпат береді. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Нұрғанат ағайға проигрыватель. граммофон пластиналармен фигураны қосады саған фигура Мұрат ағайымыз қазір автомобиль. Мындай алған едік. Именной. Осындай балалар тәрбиелеген ата-аналарға рахмет дейміз. Кешеде айтып жатырмыз, өнерді сыртынан ғана көреді. Театрға барамыз, сахнадағы әдемі көрінеді. Оның тек қана анасының әкесі уақытта да осындай
жүрегіміз лүпілдеп осы кішкентай балаларымыздың үлкен азамат болып өскенін көріп көзіміз қуанып көңіліміз көтеріліп жүрегімізде үлкен қуаныш болып тұр. Армандарыңыз бүгін ақталып, өздеріңіз өз көздеріңізбен көріп, осы балаларыңыздың үлкен сахнада көріп жатырсыздар. Шыналарына сығалып, апар аяғымды орнына әкеліп, нормально жүріп қалған түрім бұл. Одан бөлекте, мысалы, Алматыда общежитие бермейді деп, мен аудиториядан 30-шы август болдым уже. Білесіңдер, оған жоқ болдым уже шығарады. Біздің группаның атынан именной қараңыз. Алтын әріппен жазылған алтын ұстазға алтын шапан. Өлді ма? Астымызға бір ат, ол ат таразда. Рахмет, жігіттер қыздар. Мынау не? Дарья Фо байы бар басы бос трагикомедиясын ойнадық. Үшінші спектакліміз керемет комедия болды, трагикомедия. Ал бұл біздің соңғы поклонымыз, соңғы рет осы құраммен ойнаған түріміз. Қыздар, я тут. Январдан бастап келмеген академиям. Сол бүгін дипломный спектакль көреміз, сосын қағаздарды реттейміз. Оказывается, я студентка, кстати. Пока что. Сонымен достар, блогымызды ары қарай жалғастырсақ, 26-сына неше күн бар? Яғни вручениеға бізде 2 күннен кейін диплом аламыз. Но қазір біз Гүлсімнің үйінде, Гүлсімнің туған күні. Happy birthday. Сол, туған күнмен. Бұл Гүлсімнің сіңлісі. Сол. Қалайсыңдар достар? Осыдан кейін көріспейміз ғой. Білесіңдер ма? Қарай кетесіңдер. Иә, мен шырмам. Дар мне. Василий Жақсылыққызы, жарамасынова Амай Мақсатова. Жан-жақты өз-өзің жасасаң, жарық жұлдыз сияқты жарқырайсың деп, ертеңгі күні сол теледидардан, сахнадан көріп, менің баламның досы ғой деп бірге оқығанымыз бүкіл классын, группасын сүйреп, жетектеп, кем-кетігі болса қамқорлығына алып жүрді бәрін. Бұл да бұлардың бір-біріне татулығы, бір-біріне бауырмалдығы деймін. Заңғар айтады, мына бұрын жатақханада тұрған досым деген кезде мен түсінбейтін едім деп. Мына Астанада 5 жігіт бір бөлмеде тұрған кезде дейді, бұл өте жақын болып кетеді екенсің дейді. Бауырдан да жақын болып кетеді екен дейді.
Сонымен біз Қазақстан отелінің астындағы қандай ресторанға келдік? Нудус. Вкусно покушали. После вручения енді ертең Қапшағайға барамыз. Вот вам вид. Енді достар, біз Қапшағайға келдік. Группа! Блог это. Қапшағай. түсінейінші құрсын адам сәлеметсіздер ме құрметті достар, бұл ютуб каналы. Не айтайын, бүгін біз төрт жылда бір рет группамен От души демалып. иә Это не Таиланд, не Малайзия, но Қапшағай дейсің. Қалайсың дейді? Но бізде январда басқа оқудан шығып кеткен бала. Айтады шыққан жоқ мен. Убай. Москваға оқуға кеткен шетелге. Жоқ. Сергей Безруковтың несінен. Сол. бір өміріңде бір рет. Мара, стой. Қазір сіздерге мен бір кринж көрсетем. Кринжның аты мынау. Йолай, забыл лук. Қымбат лук сияқты ой. Қазір сіздерге вид көрсетем. Вау! Күшті ма? Сол қыдыртып жүрмін балаларымды. Диана. Мал маңында су болып неше жүрсің ма? Мына арсыз. Құдай-ау. Неткен жүз. Түрлері кетіп қалған. Ну, Армат енді красавчик. Ой-бай. Ой-бай. Кино бұлар. Бір баланың әкесі Фатиманың күйеуі. Қайтер? Балас. Өлтіріп әті шашыққа. Қалай екен, мощный ме екен? Адам қыса бе. Уже бітіп қалды ма не? Құдай, адам қыса отырайық. Вот біздің кешкі ужин деп қоясың. Кім повар? Дидар ағамыз. Опайтсы однажды. Қырады. Опайт Дидар алшыйынды. Бұл не, фотома видео ма? Видео деп. Сонымен солай достар. Диплом алдық. Қазір академияның ішінде емес, сыртында отырмыз. Ну, странное чувство. Шыны керек. Қызық енді кірмейміз академияға. Академияға кіріп енді распевка жасамаймыз. Академияда енді шай ішпейміз, отырмаймыз. Өнермен айналыспаймыз академияда. Но жаңбыр жауып жатыр, күн күркіреп. Бізді алда үлкен жол күтіп тұр. Ол жол өнер атты бәйге. Сол бір өнер бәйгесінде оза шабуымызды ала нәсіп етсін. Қазір талапкерлер өздері уайымдап жүрген шығар. Бізде сондай чувство 4 жыл бұрын болған. Ендігі айтатыным, жақпайтса однажды, жақпайтса навсегда. Ал мен вторник күні операцияға кіріп бара жатырмын. Аяғымды емдетуге. Ең алдымен бірінші орында денсаулығымды реттеп алайын. Сосын менде бәрі жақсы болады. Және сіздерде де бәрі жақсы болады.